Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видеоның делігімнің 79-шы күні. Бүгінгі салмақ 103,2. 103,2, кажется. Бүгін тәрін тұрдым, вакуум жасадым. Сосын енді қазір басқа жаттығу ештеңе жасаған жоқпын. Планкада жасаған жоқпын, тек вакуум жасадым. И қазір дейтін енді гранула жеймін. Кеше өте жай келдік, бүгін өте жай тұрдық баламызбен. Почти что 12-ге жақын, 12-де тұрдық даже. Сол себепті кеше дейтін майлы етті жеген еген ойлап едім ғой, не деп салмақ қосып алатын шығармын деп. Бірақ ешқандай салмақ қосқан жоқпын, негізі қасынан нан ештеңе жеген жоқпын, тек видеода көрсеткен тамақтарды жедім. Сосын көп жүрдік біздер, менің шагомерім тек 5 күн бірдеңе көрсетіп тұр, бірақ менің соткам, неде вот телефоным сумканың ішінде, сумка коляскада тұрғасын, ол есептелген жоқ. На самом деле біздер 10 мыңнан көп шаг жасадық. Манағы тағы бір жерлерге барып, Холм, Пера, Лотиға бардық, жүгірдік, әтеу білмеймін. Сосын былай тек 5 күн бірдеңе шаг көрсетіп тұрғаны шагомерім, ютуб на телефонды видео түсірем деп алған кезде ғана саналғандар, алған мезгілде сумкамде болды. Жалғастырамыз. На телефоным мен ішіндегі баламның фотолары мен видеоларын компьютерге лақтыру керек, өйткені мен телефоным осылай тоқтап қалады, ішіндегі памяті азайып. Күшті болып жазатасын, сөйлетасын, соңында мен телефонның арқа жағында камерасын түсірем ғой. Сөйлеп болып енді қарағанда тоқтап қалған не запись, манағы память заполнен деп тұрады. Дейсің, сосын қайтын жазасын. Сол айта тұрғаным, жаңа 10 мың шақтың үстінде примерно 13-14 мың деп есебім бойынша көп жүрдік өткені. Сосын үйге келгеннен кейін, үйге кеш келдік енді. Содан 2-3-ге дейін жүрегім айнады. Майлы тамақтан жеуден қалғанмын, майлы тамақты. Жеңіл тамақтар жеп жүрмін ғой, енді уже неше 2 ай жарым болды. Неше күн болып, 79-шы күн енді получается. Сол 2 жарым айдан асты. Жүрегім айын, сосын 1 стакан суға 1 столовая ложка уксус, яблочный уксус құйып, соны ішіп алғаннан кейін ғана басылды жүрегім айнығаным. Бірақ енді вес тастап тұрмын, салмағым тасталды бүгін. Және де мен қасымда түсірем деп жүргеніме көп болды да, сіздерге көрсету керек еді, мана тент жөнінде. Оны бөлек влог түсірем. Сосын бүгін ешқандай план жоқ, пока үйде боламыз бүгін. Шаршадық кешегі көп жүрістен кейін. Күнде шыға бере алмаймыз, және де күн ыстық. Сол басқа жаңалық жоқ. Бүгінгі ас мәзірімді қараңыздар. Кешкі дейін көрсетемін сізге. Мен бірге болыңыздар, мен бірге арттаңыздар. Лайк басыңыздар. Өйткені сіздің лайктарыңыз маған маңызды. Каналыма маңызды. Сол қарағандарыңызға рахмет, мен бірге арттаңыздар. Пока-пока. Қыздар, қайырлы таң. Мынау менің таңғы асым. Мынау гранула. Осы жылы йогурт емес, кефирмен жасадым. Кефирге кішкене сүт қостым, кішкене қойлау болғасын. Осылай ішіп қараймын. Кефирмен сүт и гранула. Осы мен таңғы асым. Кешегі майлы қойдың етінен кейін жұмыртқа жегім келіп тұрған жоқ бүгін. Қарағандарыңызға рахмет, мен бірге болыңыздар бүгін. Келерім. Қайырлы кеш қыздар. Маған үйге қонақ келгенде тұрғасын, мен тез түсіріп жатырмын. Тәрлікке жеу ататын тіпті қазір мен уақытым жоқ, кішкенен кейін жеймін, бірақ сіздерге отчет беріп кетейін деп есеп беріп. Мен қонаққа мердебек, чечевичный сорпа, сосын мынандай долма деген бар. Неде астында баклажан, үстінде мынау перец, өткенде айттым ғой, свежий перец жасаған кезде. Мынау кептірілген перец пен кептірілген баклажан. Соның ішіне начинкасы өткендегідей свежийға салған сияқты. Ішіне бірақ петрушка салдым етпен бірге. Ет, күріш, петрушка, специи, томатный паста, перцовый паста, сосын лимонный не бар, тұз, соны салдым. Сосын ащы бұрыш, қызыл бұрыш деген сияқтыларын специяларын түрін салдым. Тез айтып жатыр, не айтып отырған тіпті бір отырған жоқ, тез айтып отырғасын. Сол осы мынаны мен жемеймін, ішінде күріш бар. Мына сорпадан 1 тарелка ішемін, ешқандай нансыз. Еще күн жанып тұр. Білмеймін, даже оны ішем бе, ішпеймін бе, мүмкін кефир ішіп аламын.
көремін, бірақ осылардың біреуін жеймін. Мынаны точно жеймін, мынаны жеймін. Балама бердім, балам жақсы көреді. Мына ашық перцтен бермеймін да, астындағы баклажаннан беремін. Сосын осы сорпадан ішіп жатыр. Сол қазір қонаққа дайындалып үйімді тездетіп жинақтап жатыр едім, тамақ пісіп болғасын жинақтап ар жерді. Сол басқа істерге бүгін ештеңе айта алмаймын. Таңертеңгі завтрагымды көріп кеттіңіздер. Одан кейін ештеңе де ішкен жоқпын. Өйткені үй тазалап біттім. Қонақ келеді дегесін тез зұлдырып анау заттар тазалап деген сияқты. Сол қарағандарыңызға рахмет. Осымен болды. Ертеңгіден көріскенше. Пока-пока. Мына долманы көргілерің келіп тұр ма, қандай болатынын. Так, қолмен алайыншы, жыртылып кетер. Мынау дейтін перец, бұның ішін дейтін жерге дейін толтырады. Мына жерге дейін қатты толтырмайды. Тек жартылай толтырады, бет аузын жауып, бірінің астына бірін, беті ауыз ашылып кетпес үшін етіп жасайды. Білмеймін неге, осылай мені үйретті қайнапам, апаларым. Сол бойынша жасап жатырмын. Жасайын постоянно. Мына жерде тоже. Бәрісін неге мынау былай жабысып жатыр, неге топ тұрмайды деп Қазақстандағыдай деп ойлайтын шығарсыңдар. Өйткені дейтін ішінде мынаны шекереді, сосын мынаны дейтін пресстеп басады, пресстеп бір-бірінің астына салып, қатты басып, үстіне тарелка жауып тастайды. Осы тарелканы мынандай менде тас бар. Осы тарелкамен бассам, короче, пресстеліп тұру керек. Поэтому дейтін сіз егер топ салатын болсаңыз, мындай қалың қылдырып, ішінде ет піспей қалады да, мына сырты дейтін езіліп кетеді. Сол үшін мынандай қылдырып, жұқа қылдырып салады, жайып етті, іші піссін деп, күріші бәрі піссін деп, кейде піспей қалып, мен кейде болды. Бірінші басында қалың болып салып қойғанда, Қазақстандағы сияқты ішіне күріштер піспей қалған кездер болды. Сол үшін қайнатпаларым қайтадан көрсетті маған осылай, мындай жұқа қылдырып, етті ішіндегі жайып, аузына дейін толтырмай осылай жаса деп. Сол осындай тағам өте тәтті. Ішіндегі несі, фишкасы лимонный тұз. Сонда лимонный тұз деген андай кислый дәм береді. Кислый дәм болмаса, қышқыл тамақ дейтін не удался деген, короче. Кислый тамақ. Ол дейтін менің қайнапам Газентеп жақтікі, сол кісі үйретті маған солай болу керек деп. Сол обычный жемек, обычный чечевичный сорпа. Жақсы, давайте пока, балам шақырып жатыр.